Вашингтон конференциясы. Шақырылу себебі 20 ғасырдың 20 жылдарында ақш Версаль бітімінің қайта қаралуын талап ете бастады. ақш-тың ойы Париж конференциясында сыртқы саясаттың жеңіліс табуы, жаңадан Батыс Еуропа елдерін өзінің билеу саясатын жүзеге асыруға көндіру болды. ақш үкіметінің тікелей ұсынысымен 1921 жылы 12 қарашада Вашингтон конференциясы ашылды. Конференция жұмысына 9 ел – ақш, Англия, Франция, Жапония, Италия, Бельгия, Голландия, Португалия және Қытай қатысты. Конференцияның ұсыныстары: біріншіден, Қытайдағы Жапонияның ықпалын әлсірету; екіншіден, Англияның әлемдік мұхиттар мен теңіздердегі үстемдігін әлсірету; үшіншіден, Тынық мұхит аралдарында мандаттық статус-кво құқықтарының сақталуын бақылау. Вашингтон конференциясы 1922 жылы 6 ақпанда аяқталды. 1922 жылдың 6 ақпанында 9 держава келісіміне қол қойылды. Мұнда Қытай елінің егемендігі мен жер тұтастығы екі жүзділікпен жарияланды. Бұл саясаттың негізгі мақсаты Қытайдағы Жапонияның ықпалын әлсірету еді. Сөйтіп, Жапония Қытайдағы беделінен айырылды. 5 ел келісімі. ақш-тың негізгі ойы жаңадан соғыс теңіз кемелерін жасап, Англияның әлемдік сулардағы үстемдігін әлсірету болатын. Бұл келісімге сәйкес кеме жасаудағы үлес салмағы ақш 5, Англия 5, Жапония 3, Франция 1,75, Италия 1,75 болып пропорциялық түрде белгіленді. 4 елдік келісімде ақш, Англия, Жапония, Франция Тынық мұхит аралдарын пайдалану құқықтарын қарастырды. ақш-тың мақсаты Тынық мұхит аралдарындағы Жапонияның беделін әлсірету және 1902 жылғы Ағылшын-Жапон келісімінің күшін жою болды. 1921-1922 жылдардағы Вашингтон конференциясы Америка Құрама Штаттарының ең ірі жеңісі болды.